Көк теңіз туралы аңыз. Екінші бөлім. Мәссаған! Қалай тез ұшып кетті? Янан қара. Керемет! Міне қараңдар. Қандай әдемі! Осылай болатын білген едім. Екіншісіне қараңдар, қандай керемет! Алақай! Қара! Қандай керемет! Қайда ұшып барады? Қайда? Осындай болатын білген едім. Сен кімсің? Қорықпай бері кел. Бұл екеуі ешқашан кездеспеуі керек еді. Алайда осы бір кездесуден ақ екеуінің тағдыры мәңгілікке байланып қалды. Олар болашақта тағы да кездеседі. Міндетті түрде кездеседі. Сенің айтып тұрғаның екеуінің тағдыры бір болғаны ма? Сонда кеңесшінің соңынан аңдысам су перісін ұстап алам ғой. Солай емес пе? Сіз маған қорықпа деп айттыңыз. Бірақ дәл қазір қорқып тұрған мен емес, өзіңіз сияқтысыз. Сен сөйлей аласың ба? Адамның қолынан келетін нәрсе су перісінің қолынан келуі де мүмкін емес пе? Олай болса, бірінші кездескенімізде неге үн қатпадың? Мені ешкім естімес екен деп ойладым. Ешкім де. Бүгін біз үшін керемет күн. Біз жаңа кеңесшіні қарсы алу құрметіне ие болдық. Мен сіз үшін адам баласы көрмеген ғажайыпты дайындап қойдым. Көмектесіңізші. Өтінем, су перілері адамның ойын оқи алады. Сол себепті бізге сөйлеудің қажеті жоқ. Адамдар, сендердің ойларыңды есту мүмкін бе? Көп жылдар бұрын жас жігіт су перісіне ғашық болып қалып, оның ойын